Дүниедегі қатаң бақыланатын абақты қалай құрылған? Сомдық дәрежедегі абақты үнді абақтысында тұтқындар қалай өмір сүреді? Өмір бойы абақтыға қамалған тұтқындарды қалай қинайды? Бүгінгі видеода осы сұрақтардың барлығына жауап беретін боламыз. Сіз BNKZ арнасындасыз. Бүгінгі видеода әлі ешкім қаша алмаған ең қатаң бақылаудағы абақтыларды айтатын боламыз. Ендеше біз бастаймыз. ADX Florence. Бұл абақты туралы естімеген шығарсыз. Абақты тауда орналасқан және әлемдегі ең қатаң бақыланатын түрме. Бұл жерден қашу мүмкін емес. Бұл істі әлі күнге дейін ешкім жасай алмаған. Абақты 1994 жылы құрылған. Florence 490 тұтқынға арналған. Алайда қазіргі таңда 340 тұтқын өз жазасын өтеуде. Абақтының аумағы 20 гектарды құрайды. Аумағы қатты үлкен болмағанмен бұл жерде әлемдегі ең қауіпті қылмыскерлер отырады. Абақтыны құру кезінде қылмыскерлердің қашып кетпеуі үшін барлық түрдегі қоршаулар орнатылған. Абақтыда алды қамау дәрежесі бар. Жоғары деңгейден жеңіл деңгейге дейін. Жоғары деңгейдегі қылмыскерлер 24 сағат бойы темір торда отырады. Олар өздерінің абақтының қай жерінде отырғанын білмейді және күн қай жерден шығатынын білмейді. Тесіктен тек қана аспан көрінеді. Бір адамдық камераның ішінде ауыр темір есік және камера ортасында қосымша. Сол себепті күзетшілер күтпеген шабуылдан қорықпастан камераға кіре алады. Барлық нәрсе бетоннан жасалған. Тіпті төсек, столда. Сыртқы әлеммен байланысқа тыйым салынған. Тұтқындарды тынымсыз күзетеді. Әрекет датчиктері 4 метрлік қоршау сымдары орналасқан. Қылмыскерлер қанша әрекет жасаса да бұл жерден қашу мүмкін емес. Қара дельфин абақты Ресейдегі ең атақты абақты және елдегі ең қатал бақыланатын, қашу мүмкін болмаған абақты. Бұл бекер емес, себебі онда елдегі ең қауіпті қылмыскерлер өмір бойы сақталады. Қазірде түрмеде 860 шамасында қылмыскер бар, ал күзетшілер саны одан да көп, 900-ге жақын. Колонияда қылмыскерлер ортасында ешқандай байланысқа мүмкіндік берілмейді. Камерада 2-4 адамнан отырады. Алайда жалғыз өзі отыратын өте қауіпті қылмыскерлер де бар. Қылмыскерлер қатаң режимге бойсынады және тынымсыз видео бақылауда болады. Камерадан шығу кезінде күзетшілермен бірге арнайы кинолог және ит бақылайды. Әр 15 минут сайын кезекші айналады. Камера тор ішіндегі тор түрінде. Қылмыскерлер қалың темір айна және де 2 қабат тормен қамалған. Өмір бойы бас бостандығынан айырылған қылмыскерлердің ешбірі бұл жерден қаша алмағаны бекер емес. Алкатрас әлемдегі ең атақты абақты. Қазірде ол істемейді. Алайда кезінде ол ең қатал бақылауға ие болған абақты еді. Кезінде Алкатраста әлемдегі ең қауіпті қылмыскерлер сақталған болатын. Олардың арасында Ал Капоне, гангстер Пулемет, Келли және атақты Пампи Джонсон болған. Абақтыдан қашу мүмкін болмаған. Ол Сан-Францискодан бірнеше километр алыстағы аралда орналасқан. Камерадан шығудың өзі ақылға қонымсыз істеді. Мұздай күшті ағымға қарсы сүзудің өзін ойлап көріңіз. Барлық жерде темір қоршау және әрекет датчиктері орналастырылған және абақты жанында үлкен бақылау ғимараттары көтерілген еді. Абақты корпусы бойлап қарулар галереясы орналасқан болатын. 30 жыл ішінде 1983 жылда жабылуына дейін бар болғаны 3 тұтқын Алкатрастан қаша алған. Тұтқындар 1980 жылда қашқан, алайда оларды еш жерден таба алмағаннан кейін оларды қаша алмаған. Оларды күшті ағым алып кеткен деп есептеген. Алкатрастан қашу өте қиын іс. Өте қатты бақыланатын абақтыдан ешкім қаша алмайды. Фучу. Батыс елдері физикалық тосықтар, материал конструкциялар және максимал изоляцияға күш берсе, ал Азияда бұрынғы әдептер, бұрынғы қинаулармен жазалайды. Токиоға жақын жерде Фучу абақтысында дәл солай. Ол планетадағы ең қатал және ең қатал қорғалған абақтылардан бірі. Бұл жерде тұтқындарды ұрмайды, психологиялық тұрғыдан сындырады. Жапондар абақтының міндеті қылмыскерді түгелде қайта тәрбиелеу деп есептейді. Фучуда өте мейірімсіз, тіпті ақылға сыймайтын қағидалар бар. Мысал үшін тұтқындарға туыстарымен кездесу кезінде аз сөйлеу керек. Бақылаушының көзіне қарау мүмкін емес. Тамақ кезінде жанындағылармен әңгімелесу былай тұрсын, қарау мүмкін емес. Егер де бұл қағиданы орындамаса, тұтқынды жазалайды. Тұтқын абақтыдағы жұмысшылардың барлығына мырза деп айтпаса, карцер, бір істі байқаусызда білдіріп қойса, карцерде қылмыскерді бірнеше сағаттап тізерлетіп отырғызып қояды. Бұлардың барлығы тұтқынның қайта тәртіпті бұзбауы үшін жасайды. Осындай сұмдық жүйе себепті бұл түрмеден әлі ешкім қаша алмаған. Портлиш Ирландиядағы қалада орналасқан. Ол жерде халықтың саны бар болғаны 20 000 адам.
Соған қарамастан қала әлемдегі ең сенімді және қатаң бақыланатын абақтысымен әлемге атақты болған. Ол планетамыздағы әлі күнге дейін жұмыс істейтін ең ежелгі абақты. Ол 1830 жылы құрылған. Қазіргі таңда ауыр қылмыс жасаған адамдарды осы жерге жібереді. Абақтыны Ирландия армиясы әскерлері суткасына 24 сағат күзетеді. Винтовка және зенитпен қаруланған бүтін бір взвод абақтыны орап тұрады. Айналада бақылау камералары, әрекет датчиктары және үлкен қабырғалар бар. Абақты 400 тұтқынға арналған. Алайда қазірде тек 120 тұтқын сақталған. Үкімет ең қауіпті қылмыскерлерді осы жерде сақтау сенімді деп есептейді. Артур Роуд Мумбай орталығында орналасқан абақты, қаладағы ең үлкен абақты. Ол 1920 жылы құрылған. Абақты әрқашан толы. Абақты 800 адамға арналған. Алайда қазіргі таңда ол жерде 2,5 мың тұтқын өз жазасын өтеуде. Тұтқындар жерде жатады. Бір адамдық камера бұл жердегі қылмыскерлердің арманы десек те болады. Тұтқындарды ұстау жағдайы сұмдық. Адам көп болғандықтан аурулар найзағай сияқты тарайды. Қызметкерлер тұтқындарға жабайларша қарым-қатынас жасайды. Абақты туралы ақпарат көп емес. Бұл жерде көбінесе өте ауыр қылмыс жасағандар отырады. Бұл жерден ешқашан ешкім қаша алмаған. Алайда қашуға әрекет жасағандар болған. 2017 жылы бір тұтқын абақты жанында құрылып жатқан жаңа ғимарат жаққа қарай секірген, және ол дәл полиция машинасының үстіне түскен және абақтыға қайта қамалған. Достар, видео осымен аяғына жетті. Видео ұнаған болса, қазақ тілді арнаның дамуы үшін арнаға жазылып қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған BNKZ арнасы.